осы Мадияр мен Мақпал менің Айдос ағамның туған ағасының баласы Мадияр получается, и соның келіншегі Мақпал. Біздің новосельесіне баяда бірінші рет шақырған. Сөйтіп сол жерде Альмирамен сөйлесіп кетіп, сонымен сөйтіп ойламаған жерден Қосаяққа барып, Альмира да өз сторисында айтып жатыр ғой. Сөйтіп бағымыз жанып кеткен, шүкір осындай үйге жеткенінде соның барлығы сол бір-бірімен шиеленісіп тұр, бір-бірімен тығыз байланысты барлығы. Сол так что Қосаяққа барғанның сырын ашты деп. Қалай барғанның сырын ашты деп жазып шығайын. Примерно ютубқа дейсің ғой. Альмира Зухраның сіңлісі екен деген. Өзін жазсың. Еңбегің бар, молодец, ешқашан мойымай, тек қана энергия толып тұрады. Өзің сондай күшті. Бұрыннан білемін ғой, енді кішкентайымнан өсіп келе жатырмын. Сондай пысықсың. Сол Аллах тағалам берер таусылмасын саған. Тағы не айтады? Ойланайын, қосай. Мен тілек жоқпын ғой енді. Точно Альмираның сестрасың ба? Туған сестрасың ба? Кішкентайымнан сондай өзі басқаша болып өспеген. Бүйтетін ғой, короче, Арай Әйгерім бір туған, Альмира байқұсты кім туған деп екеуі маған папасы. Сен что-то бізге ұқсамайсыз деп дейтейсің, мен папаға ренжіп, мамаға ренжіп, олар сені қалжыңдап жатыр дейді, мен жынданып. Жоқ, мен өзім сама собой сөйтіп ойлайтынмын, мен басқа біреудің қызы, мен өйткені сендерге ұқсамаймын деп іштейші. Мамаға да айтатын. Бір шында ашып не болып жатыр? Басқа біреу керекпін деп сондай. Мен ерекшемін, момынмын деп мама ренжитін, кішкентай кезімде. Жалғыздыққа тайғағына жарасады деген, бұйырса өз бағың ашылып, жақсы бір жан жолықсын деймін. Сонымен бірге жақсы бір неде, бір жастықта қартаюды жазсын Аллах. Амин. Сол саған да соны айтам. Екеуміз де бақытты болайық, жаным. Екі ұлдарыңды. Екеумізде де екі ұл бар, кстати. Зухра, қуанышың құтты болсын, денсаулығың мықты болсын, ұлдарыңның қызығын көр, бай бола бер. Алдын келген кезде бар тілегіміз айтып кеткен, плюс қоныс тойып, плюс баласының бір жасы, Даниялдың бір жасы деп бәрін айтып кеткенбіз. Но все равно енді басқа да аға бауырларымызбен келіп отқаннан кейін тілектің жөні бөлек. Сол не дейміз, жақсылыққа келіп отқанымызға өте қатты қуаныштымыз. Все равно қоныс той деген ол басқа тойлардан ерекше да, кәдімгідей сенің еңбегіңнің кәдімгідей жұлдыз жанатын моментта сенің уф деп арқаңнан жүк түсетін кез. Сол бір бақытқа жеткеніне біз шын жүректен қуаныштымыз. Біз тек сенің жақсылықтарыңа қуаныштымыз. Әрқашанда осы қалпынан таймасын. Өйткені Алла тағала шашып жегенге шашып береді да всегда. Сол үшін да тек қана жақсылық болсын, қос қанатың аман болсын, ата-анаң аман болсын. Үйленіп кет, тұрмысқа шығып кет деп ештеңе айта алмаймын, но все равно сені жақсы көретін адамдар жолыға берсін. Бүгін енді 3 адамнан сұхбат алдық. Бұйыртса алдағы уақытта салатын боламыз видеоларды. Қызықты болды маған. Бұл жаңа бастама, жаңа опыт. Қатты өтті өзіме. Сол, енді сол видеолар шыққанын күтеміз подкасттардың. Құттықтап қойыңыздар. Короче, мені басқа жағынан таныстар енді десең. Достар, қайырлы күн баршаларыңызға. Қазір біз жұмысқа шықтық. И мына жерде сәл беспределить етіп кетті да. Артқа жүрсек? Сен жақ тимей ма? Тиет. Артқа жүрші. Тие ма? Мына көтің бар сияқты, онда кішкене шығып тұр ғой. Кәмді аяқ қалып тұрсың, миллиметр. Мына кімге ұқсап кетті, медетке ұқсап кетті. Қай біздің медет па? Қай біздің дейміз. Мен жаман анау. Көтімге қысылып қалады сіз жүрген Я өйтіп беспределить машинаны өтіп тұрған, мен яқта сторисім жүріп отыр, біз әңгіме етіп отырық. Қазір басын айтам. В общем, короче, жұмысқа дегенде енді қазір бір YouTube программаның ведущий болдық қой, енді жаңа бір емес, бірнеше. Бір-екі жобаны уже қолға алып жатырмыз, соған қазір шыққан болатынбыз. И бүгін подкастқа шақырған адамдарымыз да кешегі жатыр. Кеше бір адам вообще ақтырып кетті ремонтта. Сонымен егерде біздің подкастқа келемін дейтіндер болса, хабарға шығыңыздар, личкаға жазыңыздар. Мен кеше бірнеше таныс дос жігіттерге жазғам.
жақта шақырам. Ақтөрені обязательно шақырам. Кейбіреулер ойлап қалуы мүмкін, енді досын Ақтөрені шақырмайды деп, оған отдельно кәдімгідей сұрақ дайындау керек. Ха болатын дейсі. Солай үшін. Биыл дейтін 2009-дар бітіріп жатырмын сонда мектепті. Мен енді не дегенмен өзбек мектепті бітіргем, өзбекше оқығанмын. 11 ел өзбек мектепті оқығанмын. Номер 80 Машат Асансы орта мектебін бітіргенмін. И прикинь, біздің кезде қоштасу әні мынандай болған. Ey sınıftaş, unutma dostlarını, eslab yüreğli mektep çağlarını деген болған бір кейін. Мен қандай ән айтқан едім, қоштасатын кезде. Детствоны айтқам. Мен мектептен кететін күні 11-ші класс бітіретін кезде соны айтқам.